Екінші сәлем. Менің де отбасыма бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл Вкан жігіттерінің сіздің басты өміріңіз. Дәл қазір мен Малайзиядағы ең үлкен, ең керемет Вканның екінші күніне қатысып жатырмын. Қазір кешкі сағат 11-де. Жарайды. Мен әрқашан Инстаграмда болатын адал ізбасарларыма бірнеше ескертулер жасаймын. Мен өзім Ашира, Ашо, Сара ханым, Мана Мажин, Самира, біз сені сағындық, Рамен, Надар, Санкис. Бұл менің бір ғана Абхишек жасаған бадлам. Мен мұны істей алмас едім. Сен тұрған жерде сені аренаның бір жеріне орналастырады. Неге? Раджа, Притивраж, Рамен, Матху Осуге батасын бер. Нет өкілі Рита үйде. Мен сені қатты сағындым. Бересади, қалайсың? Санам, Рио, Арвин, Арун, Аджитта Прамеш. Келесі жылы кел. Викті ешқашан сағынба. Менің атым Роксона, Анхел Бразани. Бәрі жақсы. Мен әдеттегі сәлемімді айтуым керек. Әдетте менің инстаға қатысатындардың барлығы қазір осы аренаның бір жерінде. Мен оны сізге көрсетемін. Сондықтан, ең алдымен, менің барлық мұсылман бауырларыма ассаламуалейкум. Сәлем, сәлем. Сәлем, 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 сәлем қалайсың? Менің барлық орыс тілді жауынгерлеріме үлкен жіліншік сүйегі. Бәрі жақсы. Бонжур, бонжур, бонжур. Джем, Жапа мен Датустың француз тілінде сөйлейтін төменгі ағысындағы барлық адамдарға, Ирандағы және дүние жүзіндегі бауырларыма сәлем. Мехаба, күнет прамес, қайырлы күн. Біз кені Еуропадағы барлық адамдарға сәлем жолдаймыз. Оңтүстік Америкаға сәлем. Егер сіз қарап отырсаңыз, бәрі жақсы. Намасте ванаккам. Намаскарам, Сатсриакал, Үндістандағы барлық адамдар, Бихан, Нет, Ванаккам, Намасте Аджана, Непалдағы барлық адамдар. Сен аман қаласың деп үміттенемін. Сенің отбасыларың жақсы деп үміттенемін. Бәрі жақсы. Апагабар, Индонезия, Гонконг, Нихао, Гонконг, Апагабар, Малайзия, Сингапурлықтарға сәлем жолдаймын. Қайырлы күн, досым, австралиялықтарға, Син Чао, Вьетнам, Нггі Лава, Манма. Бәрі жақсы. Біз Жапонияның Коничива қаласындамыз. Бәрі жақсы ма? Және бүкіл әлем бойынша барлығына сәлем жолдаймын. Бұл сіздің аспазыңыз. Менің сізге жолдауым өте қарапайым. Виконға келіңіз. Вканға келіңіз. Вканға келіңіз. Вканға келіңіз. Вкан сияқты жер жоқ. Викан дағыдай шертуді алатын жер жоқ. Бәрі жақсы. Өміріңізді өзгертетін, сұрақтарыңызға жауап беретін, шынайы әлеуетіңізді ашатын жер жоқ. Жалғыз орын, үйге, Висконға оралу. Ал бүгін екінші күн. Кеше бізде керемет шоу болды. Сіз оны менің Инстаграм арнамнан, торымнан және YouTube арнамнан көре аласыз. Менің YouTube арнамда сахна артында не болып жатқаны туралы толық бейне бар. Бәрі жақсы. Бүгін екінші күн. Мен таңды өз арманымды немесе сен үшін күресуге, өлуге дайын арманыңды табудан бастадым. Және сен өткен аптада өз арманыңды таптың деп үміттенемін. Және бүгін таңертең мұнда 10 000 адам өз арманын тапқанына сенімдімін. Содан кейін көптеген серіктестер, көптеген керемет сарапшылар, ардагерлер кеңесінің мүшелері өз айғақтарымен, даналықтарымен бөліседі. Адли көтерілді. Қалай өнер көрсету үшін көтерілді. Оны ұзақ үзілістен кейін Викон сахнасында өнер көрсету үшін көтерілді. Мен ағамды сахнада көргенімді мақтан тұтамын. Содан кейін біз көптеген таңғажайып адамдардан куәлік алдық. Содан кейін Жапа орнынан тұрып, өзінің сиқырын жасады. Кнет компаниясының қызметкері Тревор әрбір қатысушылықта нелік әлемдегі ең үлкен маркетингтік компанияға жататынын айту үшін жүгінді. Содан кейін мен сахнаға жалғыз және жалғыз ұлы адамды шығару үшін Жападан кейін ғана тұрдым. Дато, Шри, Виджай, Ишвара. Бүгін кешке біз Дато Шриді аяқтап, үшінші күнге көшеміз. Сондықтан мен саған аренаны көрсетемін. Лорен маған есікті ашады. Бәрі жақсы. Мен саған 5 серіктестерді көрсетемін. Мен саған бәрін көрсетемін. Сондықтан мен камераны басқа жаққа бұрамын. Мен саған қайда отырғанымды көрсетемін. Жарайды. Бәрі жақсы. Бұл жерде мен үнемі Вканда отырамын. Бұл менің барлық кездесулерімді өткізетін жерім. Бұл жерді көп
адамдар көрмеген. Бұл менің барлық кездесулерімді өткізетін жерім. Қазір біз аренаға шығып жатырмыз. Көріп тұрғаныңыздай, біз аренаға шығып жатырмыз. Ал менің сол жағымда осы таңғажайып кеңестердің барлығы бар. Бұл кеңестер. Сіз оларға сәлем айта аласыз. Ал артқы жағында бізде Ви тәрізді серіктестер бар. Менің қайда бара жатқанымды түсінесің бе? Барлығы осында жиналды. Оларға сәлем айт. Өйткені ол осылай күреседі. Уинстон Черчилль оны парламент ғимаратының етегінде көргенде, жігіттің терісіне қарады. Ол нағыз ана. Доннаның серіктестері осында. Арун Джордж. Бұл ол. Менің ағам және доктор Мосс. Дэвид Шарма, Дэвид Адвани Дума. Міне, сіз не көріп тұрсыз? Бұл экрандар, керемет экрандар. Бұл қатысушылардың толық стадионы. Бұл нағыз қатысушылардың стадионы. Бұл керемет, бұл керемет. Мен оның түсінде өткенінде көрмедім. Мен ештеңе көрмедім. Бұл сенсің. Мен кетуім керек. Мен саған сәлем де айтпадым. Сен менімен біргесің бе? Бәрі жақсы. Біз сенің соңыңнан ергенімізді мақтан тұтамыз. Бүгін қашан сен? Айтшы, бұлай болуы мүмкін емес. Олай болуы мүмкін емес. Сен белгілі бір ұлтқа жатпайсың. Сен кастаға да, нәсілге де, тілге де жатпайсың. Мұнда бір ғана нәрсе бар. Және бұл дәл осы туралы. Бұл адамзат баласы туралы. Оның бүгінгі хабары қанша рет құлатылғаныңызға қарамастан аяғыңызға тұру туралы. Мен саған ең бақытты адам екеніңді көрсетемін. Дәл осы көрініс болса керек. Бір күні далаға шығып, өз тарихыңды айтып беруді армандайсың. Солай емес пе? Сондықтан мен қазір Натанның Шри Виджаясына жаяу барамын. Сен менімен біргесің бе? Бәрі жақсы, мен оны таптым. Мен оны мақтан тұтамын. Мен жай ғана ештеңе білмей үйіме жаяу бардым. Өйткені бізде қабырғада Каненің суреті ілулі тұрған, және одан да көп. Сондықтан сіз Инстаграм желісіндегі оны өзі тыңдай алатын ең бақытты адамдарсыз. Мен оған мүмкіндігінше жақындаймын. Мен оның 40 жылдан бері таныс екенін түсінгенде ғана, оның менің ғана емес, бүкіл әлемнің атасы екенін түсіндім. Мен бұған бардым. Сен мұны істемедің. Бүгін мен оның бәрімізге қандайда бір түрде әсер еткенін мақтан тұтамын. Сен менімен біргесің бе? Біз осылай жалғастырамыз. Жарайды, солай. Мен бұл оқиғаны сіздермен бөліскім келеді. Енді оның бүкіл әлемге қалай әсер еткенін айтып беріңізші, солай ма? Маған мұның бәрін жасауға рұқсат етіңіз. Өйткені мен үшін мұның бәрін түсіну өте маңызды. Мен саған берген көз қарасым сені шабыттандырды және осы саяхаттың барлығын бастады. Қайталай аласың ба? Мен үшін ең бастысы Швейцарияда болғаным. Мен көре аламын. Сен ұлы адамды тыңдап тұрсың. Өмір сүр. Биде өмір сүр. Телеком Италия арнасында, яғни сен Италияда жоқсың. Сіз бүкіл топты көре аласыз.
Аренаның айналасында 10 000 адамды көре аласыз. Дату Шри Виджаяның 10 керемет жауынгері. Енді сен мені тағы да түсінесің. Балалар, үшінші Датостың өзі айтқанын естідіңдер. Маған вице-президент Калуды құшақтауға рұқсат етіңіз. Кала менімен бірге. Мен оның түріне мән беремін. Уайымдама. Бізге сенсіз өмір сүру қиындай түсуде. Сондықтан қайтып оралғаның жөн. Ертең атқа мінеміз. Кел. Вулфган. Бұл жай ғана керемет болды. Алдатта біздің қарым-қатынас жасау қабілетіміз желі қолданушылары ретінде бізде бар ең маңызды құрал екенін айтады. Біздің шекараны бұзушылармен қарым-қатынас жасау қабілетіміз. Өйткені сіз шекараны бұзбасаңыз, біреудің өмірін өзгерте алмайсыз, және олар сізді тыңдамаса, біреудің өмірін өзгерте алмайсыз. Егер олар сізді тыңдамаса, сондықтан бұл оның хабары екенін есте сақтаңыз. Енді ол осы хабардан бастады. Мен сізге сәлем беру үшін, оны сізге жеткізуге тырысамын. Біз жаңа ғана Махатма Гандидің әлемге бет бұрған видеосын көрдік. Бәрі жақсы. Бұл олардың көзқарасы бойынша түсіну. Ал егер Ганди қазіргі заманда дүниеге келсе ше? Ал егер Гандидің әлеуметтік желілері, хакерлері, Facebook, Snapchat, осының бәрі және оның туыстары болса ше? Оның жағдайы қаншалықты жақсы болар еді. Ол Гандидің әлемге жолдауы туралы айтып жатыр. Италандықтар оған осылай қарайды. Енді сіз бұл туралы аздап түсіндіңіз. Бұл жолы менің тиындарымды алып жатырсыз ба? Жарайды. Енді мен оны соңына дейін айтуға тырысамын. Соңына дейін барайық. Балалар, сендер осы Instagram желісіндегі ең бақытты адамдар. Бар күшіңді сал, дұрыс па? Сенің үлкен, өте кішкентай балаң болады. Бүгін біз солай боламыз. Иә. Бұған не айтасың? Күніне 1%. Сіздерге сәлем жолдау үшін біз Instagram желісіндегі жалғыз трансляцияны жүргіземіз. Олар бақытты жандар. Келесі аптада келіңіз. Сіз біздің көшбасшымызды, тәлімгерімізді, ұлы адамымызды осы жерде, Виконтта тұратынын көре аласыз. Бұл жалғыз жер, тек осы жерде. Кездескенше, балалар. Сен ол кісінің өзін көрдің. Менің өсіп келе жатқан жолымды көрдің. Ұлыларды көрдің. Дато Шри Виджай Ишвараны көрдің. Және Викон туралы түсінік алдың. Ал бүгін біз бұл сапардың оңай болмайтыны туралы сөйлесетін боламыз. Сонда сен құлап қаласың. Сен бас тартуға тап боласың. Сенің бас тартқың келетін сәттерің, немесе мүлде құлап қалатын сәттерің болады. Және оның бүгін кешке барлығына жолдауы, қанша рет құлатылсаң да, қайта тұрасың. Сен қайта тұрасың. Дұрыс па? Бұл сенің көсемің және қалайың. Дұрыс па? Бұл сурет. Мен бастықтың міндетін атқаруға қайта оралуым керек. Мен сендерді сағындым.
Балалар, мен саған бір ғана нәрсені айтқым келеді. Сен кім болсаң да, әлемнің қай түкпірінде болсаң да, бұл кәсіппен қанша уақыт айналыссаң да, бұл өмірде бір ғана шешім қабылдайсың. Бізде жылына 4 ұсыныс бар. Біреуі Африкада, біреуі Стамбулда, екеуі Малайзияда. Егер сіз осы сапарды жалғастырғыңыз келсе, патша және патшайым болғыңыз келсе, онда жауап өте қарапайым. Сіз жыл сайын ВКонтакте желісіне кіруіңіз керек. ВКонтакте желісінен біреуін таңдаңыз, бірақ міндетті түрде сонда болыңыз. Сізге қуат алу керек, қайта жүктеу керек, қайтып оралу және әлемді жаулап алу үшін қайта зарядтау керек. Сондықтан қосыңыз. Кез келген бағаны төлеңіз, кез келген құрбандықты жасаңыз. Мен сені келесі ВКонда көргім келеді. Бұл сенің бастығың. Мен сені сүйемін дейді. Мен сені қатты жақсы көремін. Менің Instagram парақшамда қал, жарай ма? Менің YouTube каналымда сахнаның артында не болып жатқанын қараңыз. Бәрі жақсы, бұл керемет болады. Сондықтан мен сендерді жақсы көремін. Өйткені мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Біз бірге боламыз.